Қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай жаздық көйлек тігетін боламыз. Бұл көйлек 5-6 жасар қыздың өлшемімен тігілген. Матасы хлопок. Бұл көйлекті біз мамасының көйлегінен шығардық. Қазір бізге бірінші орында осындай қағаз немесе миллиметровый қағаз қажет болады. Сол жағынан бастап түзу сызық сызып аламыз. Келесі бізге қажетті өлшемдер: обхват шеи, обхват груди, обхват талии, одан кейін длина талии переда. Бұл жерде мойын айналымы, кеуде айналымы, бел айналымы және мойын мен иықтың түйіскен жерінен беліне дейінгі өлшемді алатын боламыз. Баланы өлшеген кезде міндетті түрде беліне бір лента байлап қоямыз. Бұл жерде жазып атқаным, например, обхват шеи 25 болса, 25-ті міндетті түрде 2 бөлікке бөліп аламыз. 12-де 5 болды. Кеуде айналымын, бел айналымын да 2-ге бөліп аламыз. Сонымен жұмыс жасайтын боламыз, өйткені біз көйлектің жарты бөлігін пішетін боламыз. Бізге қазір көйлегімізді пішу үшін сетка жасап алу қажет. Сол үшін бізге кеуде айналымының жарты бөлігі 26-да 5, оған қосамыз свобода облегания 2-3 см қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен 2 см қостым. Толық айналымды алғанда 4 см свободаға беріп тұрмын. Негізі ол өздеріңіздің қалауыңыз. Сол кезде бізде 28-де 5 жаңаға белгіленген нүктеден 10-ға қарай 28-де 5 өлшемін сызып алдым. Ендігі келесі кезек 26-да 5, яғни пол охват грудиді бөлеміз 3-ге, қосамыз 6-ға. Бұл жерде біздің кеуде тұсымызға дейінгі өлшем 14-те 9 болды. Сол өлшемді табамыз. Кеуде тұсымызды гармен белгілейміз. Одан кейінгі біздің ДТП дегеніміз длина талии переда. Сол тұсты бізде 27 см, сол 27 см белгілеп, Т деп белгілейміз, талия. Келесі өлшем бізде қайтадан кеуде айналымның жартысын, яғни 26-да 5-ті бөлеміз 3-ге, оны қосамыз 4-тен 1 бөлікке. 4-тен 1 бөлігі дегеніміз бізде бағана айналымымыз біздің 4 см свободаға бердік қой, соны 1-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 1 см шығады. 1 см-ді қосамыз. Бізде бұл өлшем 9-да 9 см болды. Оны біз осы оң бөлігінен, оң бетінен А1-ден бастап солға қарай 9-да 9 деп белгілейміз. Бұл біздің артқы бөліктің өлшемі. Біздің сеткамызды осылай астына қарай түсіртіп сызып шығамыз. Одан кейін Г, Т әріптерін тура сол линияның бойымен осылай келесі бөлігіне дейін қосып шығамыз. Бұл жерде миллиметровый қағазбен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Барлығы белгіленіп тұрады, қателеспейсіздер. Талияны Т1 деп белгіледім, грудьті Г1 деп белгілейтін боламын. Ары қарай біздің сеткамыздың көмегі арқылы біз қазір жаңағы 9-да 9 деген белгіленген нүктеден астына қарай түсіретін боламыз. Бұл біздің артқы бөлігіміздің өлшемі. Келесі өлшем бізге шеткі тігісіміздің ортасын табу үшін осы кеуде айналымның жартысын пол охват грудиді бөлеміз 4-ге, оған қосамыз 2,5-ді. Сол кезде бізде 9-да 2 см шықты, оны тағы 2-ге бөлеміз. Сол кезде 4-те 6 см. 4-те 6-ны бір рет сызамыз осы жаңағы артқы бөлігіміздің нүктесінен. Тағы да 4-те 6-ны екінші рет сызамыз, яғни общий бұл 9-да 2 см. Бұл бізде белгіленген себебі алдыңғы сеткамыз жабылды. Одан кейін дәл ортасынан астына қарай, талияға қарай түсіреміз. Бұл сызық біздің артқы алдыңғы бөлігімізді бөліп тұратын сызық. Киімде жанындағы тігіс. Келесі кезекте біз мойын өлшемін табу қажетпіз. Бұл жерде де мойын айналымның жарты бөлігін бөлеміз 3-ге, қосамыз 1 см-ге, яғни біз 12-де 5-ті бөлеміз 3-ге, оған қосамыз 1-ді. Сол кезде бізде 5-те 2 см шықты. Оң жақтағы нүктеден солға қарай 5-те 2-ні белгілейміз.
алдыңғы бөлігінде де сол жақтағы бастапқы А нүктесінен оңға қарай 5/2-ні белгілейтін боламыз. Бұл бізде мойын ойындысының өлшемі. Артқы бөлігінде 2 см астына түсеміз. Бұл бізде стандарт. Кейін сол белгіленген нүкте арқылы бір-біріне қосамыз. Алдыңғы мойын ойындысында дәл солай 5/2 см белгілейміз. Ал астына сол 5/2 өлшемге 1 см қосқанда 6/2 см болады. Соны нүктені белгілеп, мойын ойындысын қосатын боламыз. Мойын ойындысын қосар кезде алдында 1 см-дей түзу 90 градуста сызылу керек. Бізде мойын ойындылары дайын. Келесі рет енді біздің ширина спинамыз, яғни арқамыздың тұсы біткен жерден 2 см астына түсеміз. Бұл тоже стандарт. Иық өлшемін жасаймыз. Сол нүктеден 1 см асып, біз иығымызды сызатын боламыз. 1 см асқаннан кейін нүкте қойып, қазір осы тұрған бөлік, осы аралықты 3-ке бөлетін боламыз. 3 бөлікке бөліп, 3 нүктені белгілеп қоямыз. Осы нүктелер бізге қазір көмектесетін болады. Артқы бөліктің қолтық ойындысынан 2 см стандарт шығаратын боламыз. Осы нүктелер арқылы бір-біріне қосып, біз қолтық ойындысын шығарамыз. Алдыңғы бөліктен 1,5 см-дей шығаратын боламыз бұрыштан. И артқы бөліктің бірінші белгіленген нүктесінен алдыңғы бөліктің иығына түзу сызық линейканың көмегімен сызатын боламыз. Одан кейін осы тұста біз артқы бөліктің иық өлшемін, иық ұзындығын аламыз. Содан кейін 6 см болып тұр. Сол жерден сол түзу сызықтың бойымен 6 см-ді белгілейміз. Бұл бізде алдыңғы бөліктің иық өлшемі, иықтың ұзындығы. Алдыңғы бөлікті де 2 бөлікке бөлетін боламыз. Дәл ортасын тауып нүкте қоямыз. Сол нүктеден ішке қарай 0,5 мм белгілейтін боламыз. Осы нүктелер арқылы иығымыздан бастап, осылай біз қолтық ойындысын шығаратын боламыз. Көйлектің базасы дайын болды. Осы базамен кез келген көйлекті моделировать етіп шығаруға болады. Бірақ бұл тұста қазір біздің белімізді кішкене бел жағы қыналып тұратын көйлек шығару үшін бізге белден артық сантиметрді алып тастау керек. Полуахват талийді қосамыз 2 см-ге, оны бөлеміз 2-ге. Сол кезде бізде өлшем шығады. Сол өлшемді оңнан солдан жаңағы біздің выкройкамыздың алды артынан түзу етіп сызғыштың көмегімен нүкте белгілеп аламыз. Осы өлшемді Т1-нен линейкамыз қойып өлшеп, нүкте қойып, сол нүктелерді бір-бірімен қосатын боламыз. Біздің беліміздің тең жартысы 25/5, оны 2 см-ге қостық. Сол кезде 27/5, оны 2-ге бөлген кезде 13/5 деген өлшем шықты. Міне осындай бізде талиямыз кішкене қыналып тұратын болады. Бұл талияның биіктігін өздеріңіз тоже қалаумен 2 см, 3 см-ге дейін түсіруге болады. Если талиясы биік деп атсаңыздар, немесе түсірмей осы күйде, көбінесе детский көйлектерде осындай күйде қалатын болады. Менің тігетін көйлегімде қатты аса үлкен өзгеріс қажеті жоқ. Тек мойын ойындысынан 1 см, одан кейін иық жағынан 0,5 мм-де алып тастаймын. Алдынан алғаннан кейін артынан да міндетті түрде тура сол өлшемді алу қажет. Сол кезде иық ұзындығы бір-бірімен қосқанда бір-біріне сәйкес болады. Мен тігіп жатқан көйлекте трапеция формасында кеңірек қылып пішу қажет болады. Сондықтан мен просто так қалдырдым. Длина изделия от талии, яғни белден 54 см деп өлшеген болатынбыз. Мен қазір осы лекаланы кесіп аламын, оны матаға қоятын боламын.
Бұл көйлекті біз осындай үлкен көйлектен шығаратын боламыз. Мамасы өзі солай қалады. Алдыңғы бөлігін осылай матаны екі қайтара қойып, сгиб жасап екі бүктелген шетінен осылай выкройкамызды қоямыз. Матада уже біз қазір көйлектің ұзындығын шығаратын боламыз. Припусқа 1 сантиметр артық бормен сызып шығамыз, немесе сразу қайшымен кесіп шықсаңыздар болады. Міне менде көйлектің қазір ұзындығын линейкамен өлшеп белгілеп аламын. Сол ұзындыққа трапеция етіп, етегін кеңірек етіп сызып шығатын боламын. Мынау енді көйлектің артқы бөлігі, бірақтан бұл көйлек негізі бір жері құртылып қалған екен, матасы. Сондықтан осы матасын, көйлектің цветі әдемі болғандықтан кішкентай қызына көйлек шығарып беріңіз деп келген болатын клиентім. Сол ұзындығы бізге қазір мешайт етіп тұр. Біздің жаңағы көйлегіміздің ұзындығы белден астына дейін 54 сантиметр болады деген едік. Бірақ қазір жаңағы көйлектегі брак үшін қысқа етеміз. 23 сантиметрдей етіп сыздым. Одан кейін ары қарай мына көйлектің астындағы валанды жалғап сол ұзындықты шығаратын боламын. Көйлектің алдыңғы бөлігі мен артқы бөлігінде ұзындығында разница болып тұр. Оны бірдей ету үшін мен қолтық ойындыларын бір-біріне теңестіріп қойып, артық өлшемді, артық ұзындықты алып тастайтын боламын. Міне біздің жаңағы көйлектің астындағы валаны, осы валан арқылы біз детский көйлекке жетпеген ұзындықты беретін боламыз. Мен бұл жерде астынан үстіне дейін 20 сантиметрді белгілеп, қазір қиып аламын. Бірінші бөлігін қиып алғаннан кейін, екінші бөлігінде тура сондай ұзындықта қиып алатын боламыз. Алды арты етіп, қазір көйлектің шеткі тігісімен қосатын боламыз. Бұл жаңағы көйлектің артқы алды бөлігін французский шовпен қосып шықтым. Ол сол жақтарын көйлектің оң бетімен қойып 0,5 етіп тігіп, одан кейін оны қайтадан іш жағынан қайырып 1 сантиметрге тігіп, яғни біздің тігісімізді
көрсетпейтін чистая обработка жасау. Мына жерде көйлекті түсіргенде видео түспей қалыпты. Енді мен валанды тура сондай әдіспен орындап жатырмын. Қазір оң беттерінен осылай 0,5 сантиметрмен тігіп аламын. Одан кейін қайтадан теріс қаратып, сол жерінен қайырып, немесе үтіктеп шықсаңыздар болады, или просто мата жақсы қолға икемді болса, онда қайырып 0,7 немесе 1 сантиметр етіп тігіп шығасыздар. Сол матаның тігіліп шыққан жағы сол жағы, мына беті оң жағы болады. Міне бізде матаның оң беті, матаның ішкі бөлігі осындай болады. Келесі біз машинкамызды осылай ең үлкен ширинаға қоямыз. Сөйтіп валанымыздың көйлекке жалғанатын бөлігінде 0,5 етіп шов түсіріп шығатын боламыз. Тігіп бір емес, екі қатар түсіреміз. Біз қазір сол осы жіп тігіс арқылы сборка жасайтын боламыз. Екі тігіс жүргізіп біткеннен кейін сол екі жіпті тарту арқылы осылай сборка жасайтын боламыз. Сборкамызды көйлектің етегінің кеңдігіне қарай булавкамен қадап шығатын боламыз. Ең бірінші бізде екі шеткі тігістерін, көйлектің екі шеткі тігістеріне қадап алу керек. Содан кейін басқа жақтарын қадап шығатын боламыз бірдей етіп. Барлығын дайындап булавкамен қыстырып алғаннан кейін осылай 1 сантиметр көлемінде тігіс жүргізіп шығамыз. Енді сол алдыңғы 5 деген ширинамен сборка жасаған жіптерімізді сөгіп алып тастаймыз. Содан кейін осы тігісті оверлокпен тігіп шығатын боламын.
менде көйлектің моделі кішкене өзгертілді. Алдыңғы бөлігіне осылай капелька жасадық. Бастың сүйігі оңай болу үшін, өйткені замок салмағандықтан кеңірек свободно кірсін деп осылай капелька жасадым. Алдыңғы артқы бөлігінде бізде ойық болғандықтан менде осындай идея келді. Сол мойынды қалай жабу керек? 3,5 сантиметр осылай ұзын лента кесіп аламыз сол матадан. Осы қазір біздің именно мойнымызды жауып тұратын бөлігіне сол матаның центрін тауып, иықтың тігіс түскен жерінен белгілеп алып, осылай 0,5-0,7 сантиметрде тігетін боламыз. Одан кейін сол аптачка ұқсатып, одан кейін тағы да бір бүктеп, екі бүктеп, осы тігістерді көрсетпей, қазір осы видеода көрінеді. Бірінші сол завязканың бас жағынан бастап, осылай екі кіргізіп, екі шетін қайырып, ішке қарай тігіп шығатын боламыз. Бұндай аптачканы негізі 3,5 сантиметр етіп, даже 4 сантиметр етсе де болады. Үтіктеп алдын ала дайындап алған дұрыс, бірақ мен үтіктемей-ақ, өйткені мата, послушный мата, үтіксіз ақ оңай тігіледі. Осылай тігіп жатырмын. Міне байқасаңыздар, мойынды қалай жауып тұр. Біздің бүктелген жеріміз осылай аккуратно, ешқандай тігісті көрсетпей, соңына дейін тігіп шығатын боламыз. Одан кейін осы завязканың алды бөлігін, артқы бөлігін бір қайырып, 0,5 или 1 сантиметрде тігіс жүргізетін боламыз. Закрепочный, сонымен біздің завязкамыз дайын болады. Көйлектің қолтық ойынсында біз осындай 3 сантиметрлік аптачка арқылы жабатын боламыз. Бұл жерде бірақ теріс жағынан емес, оң жағынан осылай бас жағын кішкене қайырып, қазір қолтықты айландыра
көйлегін аса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.